Ballar, hazır bizde qaysi var? Ya, yaxshi. O'rgatamiz. Endi bizning sabarimizning taqribi ballar. Negizgi және tuğunda zat esin. Ballar bizde bugün Қазақ тілі сабағы. Tuğunda zat есімдерді анықтап үйренеміз және мәтін мазмұны бойынша оқып, сол бойынша бір-бірімізге сұрақтар қойып үйренеміз бүгінгі сабағымыз. Ал енді балалар, біз өнер бөлімі. Олай болатынымыз балалар тақтаға қараңдар. Тақтаға қарасақ та болмаса, экранға қарасақ та, мына жерде бізде сөздер берілген, бірақ орын ауысып кеткен. Ал осы мақалдың мазмұнын қарайықшы, қандай мақал болуы мүмкін? Аяла? Өнер көзі халықта. Тамаша, жарайсыңдар. Ал енді қалай түсінеді? Өнер көзі халықта. Неге өнер көзі халықта дейміз? Ал аяла? Сенің өнеріңді бағалайтын тек халық. Халық те жақсы. Тағы қосып жатыр ма? Тағы? Ал, Альфия? Оны жақсыларды биікке көтереді, ал ұнамаса оның әндері оны түсіреді. Яғни бізді халықта бір дұрыстапыздар болады. Яғни өнер көзі халықта екен. Жарайсыңдар балалар. Енді балалар біз өткен сабақта тез не бар балалар? Жалып қойсын. Жарайсыңдар. Етістік дейді, етістік. Жарайсың. Келесі, келе ғой келі. Туынды зат есімді тапсырды. Туынды зат есім қайсысы? Дос. Дос. Ал, Асылжан. Қайсысы жалып есім? Әке, бала, ана. Тамаша. Ененен алып ұмытқандар. Балды алып отырсыңдар. Ары қарай, келе ғой. Айтын. Бұл жерде түбір сөз дегеніміз не? Яғни ережесімізге түсіріп берейік. Сөздің ортаңдары білмейтін мағына. Жақсы. Туынды зат есім. Әнші. Жарайсың, тамаша. Зат есім сұрақтары қандай? Тез. Тамаша. Көкше сұры? Қыздар. Тамаша балалар. Жарайсың. Қандай бөлімге қошемет қой? Өте жақсы жауап бердіңіз. Мәтін не туралы мәтін мазмұны бойынша бір-біріне сұрақ қойып жауап берді. Киіз үй мен ағаш үйдің ортақ белгілері мен өзге туынды зат есімдері жасады. Жақсы. Ал енді мәселеде екі адам дос болыпты. Біреуі орыс мұжығы. Екіншілері ағаши жасап көп табыс тауып жүреді. Күндерді жүруге қолайлы, ал қыста жұмыс адамына тынығу үшін түнге қарай жылы ағаши керек. Сол үшін қазақ сен жеде бірге тұра келесіңдер деді. Әділ қазының төрелігіне екеуі де риза болып рахметтерін айтыпты. Ал балалар, Екі дос туралы тағы не туралы екен? Киіз үй мен ағаш үй. Киіз үй мен ағаш үй туралы. Енді мәтінді тыңдасақ олар, сұрақ қойып үйреніңізші. Мәтін мазмұны бойынша сұрақ қойыңызшы қайда. Ал, Аяла? Әділ қазы не деді? Не деді әділ қазы? Ал, жақсыламайды ғой? Екеуіндікі де дұрыс, киіз үй көшіп-қонып жүруге қолайлы. Ал қыста жұмыс адамына тынығу үшін түнге қарай жылы ағаш үй керек. Өзі қазақ еді. Дұрыс па? Ұрысып қал, тамаша. Тағы сұрақ бар ма? Ал, Сұлтан. Екі дос кімге келді? Кімге келді дос? Екі дос. Әділ қазға келді. Бар ма тағы сұрақ? Ал, Альфия. Орыс қандай үй жасады? Орыс мұжы қандай үй жасады? Ағашлар үй жасады. Жақсы, өз-өздерін бағалап отырады. Кім жауап берді, өз-өздерін бағалап отырады. Тағы бар ма сұрақ? Болды ма? Ал, Альфия. Неге ұрысып қалды? Жақсы.
Тамаша, тағы, ал Алтай. мәтін мазмұны бойынша бірге сұрақты қойдық. Тамаша, жас тағы. Сұрақтарға жауап бердік. Тағы енді, мәтін мазмұны бойынша. Не бітті мәтін оқыған кезде? Ал. Мұжығының үйі ағаш үйден, ал қазақтың үйі киізден жасалған. Киізден жасалған дейді, иә? Үйдің сүйектері, яғни ағаштан жасалған бөліктері. Екінші, киіздері бұл үйдің киізден жасалған бөлшектері. Бұл үйдің негізгі бөлік. Үйдің бері кең болу керегеге байланысты. Керегенің құрайтын ағаштарды желі деп атайды. Оның ұзыны ері, ал қысқасын сағаны балашық деп атайды. Керегенің басы мен аяғы сәл шалқайтылы, ал ортасы дөңестеу болып жасалады. Дайын керегені қанат деп атайды. Керегелер бір-бірден жасалады және сыртқы есіктің сыртынан жабылады. Киіз ағаш есіктің бөлшектері. Маңдайша, екі босаға. Несін жасқан? Қарамен жазылған сөз. Ал, қайсысы қарамен жазылған? Шағалар оқшы. Дос, қандай сөз бұл? Қандай зат есім? Түбі зат есімді жүз құрамында. Алда. Жақсы. Өлеңді көркем жаз. Шындықтар көк шалғында қойнауы киіз ентігіп Айдай оқар қарай. Бар жиһазы. Бар жиһазы жарасқан туырған Түрген де. көрінеді көк аспан. Көк аяды. Кешке тұрым жақтарды жауып қояды. Түсінген бе? Туырлықтың өзін. Таңертең күн шығатын жақта, күн қаяқтан шығып сола бірақ ашып қояды дағы, күн түседі. Жарық болады іші. Сол үшін күн ашып қояды. Ал кешке тұрып, ай түспесін деп түнде жауып қояды. Алақаны есігі, есігі. Сықырлауы дейді. Ал енді мына өлеңді қараңдаршы. Туырлығын түргенде де, туырлығы деген не екен білесіңдер ме? Туырлығын түргенде де көрінеді көк аспан. Көк аспан қайдан көрінеді? Киіз үйден. Шаңырақтан, яғни шаңырақтың төбесінде төрт бұрышты жаңа көрсетті ғой. Киіз бұл дәптерді ашып алды. Бүгін жазамыз. 23 қаңтар сынып жұмысы. Тапты қажет жоқ, алсын мен айтайын. Жазуымызды әдемі алды. Жайлауға. Антам. Жайлауға. Киіз үйін тігіпті. Ничего не слышали? Киіз үйін тігіпті. Күн затесінде. Құсшы. Құсшы. Көңіл-күй жақсы болса ұшақ бала. Көңіл-күй жақсы болса ұшақ бала. Көңіл-күй жақсы болса ұшақ бала. Көңіл-күй жақсы болса.
Sütman istiyor. Ne no? 200 tutmaz. Ой, neyse. Lir değil. Çanı. Asxana dей салайықшы. Адам алacağız. Красун не бар. Сиыр. Бола ма? Jurnal mı mıydı? Jurnal. Yaxshi bola, birinchi bir qancha bo'lgan? Qo'shib aytib qo'ying. Tamasha, ikkinchi top kerak bo'ldi. Süzgüç bak. Sezgüç dedim mi? Sezgüç. Dürüst bala, bari de dürüst. Sızgıç, tuğundu zat yesin, dara negizgi zat yesin, uşu tuğundu zat yesin, kıtar negizgi zat yesin, oyuncu tuğundu zat yesin, yetekşi tuğundu zat yesin. Tamasha ben koşup. Öyle yaşa olup yapıyor, bari dürüst. Kilesi? Ne? Sıyır, ne? Mal. Ne? Kitap. Жақсы. Дұрыс па балалар? Жақсы, тамаша. Sen koşum etip koyup. Жақсы. Етасың. Тек қана туынды затесің. Түсінікті ма? Мен өлеңді бір оқып берейін балалар. Тыңдаңдар. Кеме жасап теңізде балық аулап ойнаймыз. Кенші болып кен іздеп тауды барлап ойнаймыз. Құрылысшы, сәулетші, малшы болып ойнаймыз. Темір жолшы, жұмысшы, әнші болып ойнаймыз. Көрдік тұр. Қайсыздар? Негізді дейді. Жақсы. Келесі. Көзілдірік. Туынды дейді. Жақсы. Тағымшы. Келесі. Ал жақсам келе ғой. Башын көзі. Балықшы. Балық сөздерін оқып айтсаңдаршы. Балықшы. Достық. Тамаша. Келесі. Kitap negizde, жақсы. Туынды затесің. Арашағаны. Кітапхана, туынды затесің. Туынды затесің. Жақсы. Арушан келе ғой. Үшінші, туынды затесің. Туынды затесің. Жарайсыңдар. Жауап беріңдер. Кәні қошып етіп қойшы. Тамаша. Енді бала. Тима көмектесіп тез. Осына сабақ қорып бересің. Келе ғой. Ал, бұл жерде көріп осы туынды негізді затесің. Қаншалық мен негергенден көрейік. Опа. Туынды затесің. Туындың астына қоя беріңдер. Мына жерде. Келесі. Аяла келе ғой. Келе ғой. Кім? Беші туынды дейді. Жақсы. Достық туынды деді. Кел, Аржан. Келесі. Айта келе ғой. Ön negizgi. Arqaday qo'zni bala birga nemash? Qo'zni qaysi? Negizmi tuğundu mu? Negizgi. O'yinchi. Tuğundu zatesing men negizgi zatesing Uylanib, yaxshi tag'i. Zatesing degan. Yaxshi tag'i. Tuğundu zatesing men negizgi zatesing degan. Asıl jaqa 10 bal qo'yam. Abla sana 7 bal bugun sabaqa etsetlikni төмендеу болып кішкене бар. Тағы білесің қазір Шахисламға 9 бал қоям. Шабануға 9 бал қоям. Аружанға жақсы қатысып отыр. 10 бал қоям. Кімге? Ернұр қатысып отыр, не? Ернұрға 9 бал қоям. Аяла қатысып отыр, жақсы қатысып отыр. 10 бал қоям.